обидно болады. Қарсы что менде жұмыс бар, алданатын. Бір емес 3-4 жұмысым бар. Солар Сәлем оқырман. Гүлжан мен Зарина бүгін ортада болды. Ара қатынастары достыққа ұласып келе жатыр ма, түсініксіз. Бірақ жақын адамдар болып келе жатқан секілді. Әдеттегідей өзінің сыйлықтарымен келді Гүлжан. Кездесулер болып үзінді видеоларын көрсетті. Гүлжанның айтқаны, кеше Заринаның көңіл күйі түсіп қалғаны ұнамады. Оған бір себепкер кісі бар сияқты. Негізі оны сұрап алдым шет жағын, бірақ Зарина сұраған айтпай-ақ қойыңыз деп. Сол кісі дөрекі сөйлеген секілді. Негізі өз айтқанын қалаған едім. Сәтдәулет, сенің бір сезімің болса, айт деді. Бірандай бір чувствоң әлі болса, мысалы мектепте де болады, бір ұнайтын қызға бүйтіп сөзбен кішкене болмай жатыр да, іспен де болмай жатыр. Кішкене тиісіп, сөйлеп, сондай нәрселер болады да енді. Сол үшін Сәтдәулеттің өзінен сұрай алайын деген ол, әлі ұнатып жүрсең айт, оны не істейсің, оны ұрсып, оны дауыс көтеріп, басқалардың көзінше бүйтіп қарап тұрсаң, қатты дауыс көтеретін де адам емес. Сондай жағдай айтсаң да түсінеді ғой. Зарина болса былай деді, Сәтдәулет, екеуміз сөйлесіп жүрген жоқпыз. Сәлеміміз түзеу тұғын, кеше бір ортақ танысымызды көріп қалдық. Сол кісі маған суық амандасты. Не үшін олай істегенін түсінбедім, маған обидно болды. Сол кісі Сәтдәулетпен көбірек араласады. Сол үшін Сәтдәулетті тоқтатып, ешқандай эмоциясыз мен туралы жамандап жүрсін бе деп сұрадым. Соған әлде жоқ деп жауап беруге болады ғой. Бірақ оның жауабы тіптен амандаспай-ақ қояйық. сөйтіп сыртқа шыққан кезде Нуни келіп тұр екен, інісі. Енді мен Нунимен Сәтдәулетпен арамызға ол араласпайды да, енді Нунимен басқаша араласам. Інім ретінде сөйтіп Нунимен амандастым да, ағаң мен туралы саған жамандап жүрсе де, мен туралы ойыңды өзгертпе, мен сені інім сияқты жақсы көремін, бөлек дедім да. Бірақ сөйткенем Сәтдәулет сразу барып, жаңа жалобын айтып жатыр да өзін. Мен жаңағы кісіге амандаспай қалғанына біртүрлі болып қалдым. Маған келіп өзінің жаласын жауып жатыр. Мен ештеңке деп жамандамаған бұл қыз деді. Қарашы. Ал Сәтдәулет айтпаған әңгімесіне жынданғанын айтты. Қатты тонмен айтқанын мойындады. Бар, кетші құрышы деп айтып жібердім. Мойындаймын бәрін жігітше. Ал Зарина болса жай ғана түсіндіргенін қалады. Солай бір кішігірім ұрыс болып қалды. Гүлжан Заринаны қызғанды ма, әлде қорғасы келді ме, түсініксіз. Расымен де жала жапса әрбір адам ашуланады. Таныстық жалғасты. Ойларыңыз қалай осы жұпқа, жаза кетіңіз.